Күйеуім балаларымды тартып алмақшы. Соншама жыл бірге өмір сүріп, бір бүтінге айналған жарымнан, құдайдай сенген жарымнан дәл мұндайды күтпеген едім. Жолдасымның мінезін жатқа білемін, ашушаң екенін де, оны түсіну адаммен тіл табысуының да оңай еместігін жақсы білемін. Сондықтан мен онымен сол мінезіне қарай мәміле жасап келген едім. Барлығы да ортадағы балаларымыз үшін ғой. Жасым 36-да, 20 жасымда тұрмысқа шыққанмын. Одан бері 16 жыл өтті ғой. Осы 16 жылда мен отбасымды сақтап қалу үшін талай сынақтармен бетпе-бет келіп, қиындыққа берілмеуге, шыдауға тырыстым. Сондағы ойым балаларым тірі жетім болмасын, өз елінде өссін деп жақсы ниетім еді. Бір жағынан ата-анамның маған берген тәрбиесінен де асып кете алмадым. Үлкеннің сөзі заң, ол не айтса да дұрыс. Ал күйеуінің ол сенің пірің, сен оған қандай болса да бағынуға міндеттісің деген түсінікті санама сіңірген. Сондықтан мен болмысымнан да аттап кете алмадым. Аллаға шүкір етемін, 2 бала сүйдім. Оларды тәрбиелеп өсіріп келемін. Екеуі де маған қолғанат болып өсіп келеді. Отбасымызда түсініспеушілік орын алып ойлана бастадым. Маған бұндай өмір керек пе, ал балаларыма ше? Осындай отбасында ержеткен ұнай ма, айқай-шудың ортасында өскен балалардың психикасы бұзылмай ма? Осындай сұрақтар санамды орап маза бермеген соң, мен соңғы шешімімді қабылдап күйеуіммен ажырасып кеттім. Балаларымды да осыған дайындадым. Шынында да олар ұрыс-керістен, айғай-шудан шаршаған болатын. Ажырасқаным бастапқыда оңай тиген жоқ. Әрине, өмірдегі өзгерістер адамға әсер етеді ғой. Сол секілді ажырасу да адамның жанына жара салады. Менің өмірім неге бұлай болды? Неге біз өзгелер секілді бақытты отбасы болып өмір сүре алмадық? Қай жерден қателік жібердім екен деген ойлар болады. Бірақ кейін болар іс болып, күйеуіммен заңды түрде ажырасып кеткен соң, өткенге өкінуді доғардым. Өткеніммен пайда жоқ екенін түсіндім. Есесіне қазіргі сәттен ләззат алып, бақытты өмір сүрудің формулаларын үйрендім десем де болады. Негізі бізді ажыратып отырған енем. Мен келін болып түскен сәттен-ақ енем мені жақтырмады. Арамызға от салатын да сол кісі. Жолдасымды жақсы көргендіктен 2 баламның әкесі болғаны үшін мен бәріне төзіп келген едім осы уақытқа дейін. Бір күні жолдасым үйге келмей қойды. Басында неше түрлі арам ойлар кетті. Аман болса жарар еді деп тек қана үйге аман келуін күттім. Ал енеме бәрібір. Ата-енеммен тұратын едік. Осылай үйге келмей қоюы жиілей бастады. Сонда енем қалайша ойланбайды десем, енемнің өзінің істеген іс екен. Бір-бірінен суып кетсін деп сыртымыздан қара дуа жасатқан екен. Рас, бір-бірімізді көрсек ашуымыз келеді, ұрса береміз. Сыйластық та, қамқорлық та, сүйіспеншілік те сезімі де қалмады. Ажырасып кеткен соң күйеуім балаларымды тартып аламын деп әрекеттеніп жүр. Оған мен емес, балалары ғана керек болып қалған еді соңғы кезде. Шынымен тартып алса қайтпекпін. Қатты қорыққаннан дұрыс ұйықтай да алмай жүрмін.